Біршін шайымызды жейді, жата қалайықшы. Өлә, мына қара шындық атып. Сөйлемейсіп сөйлегім кеп отыр. Сөйлейін десем мына тыста, енді бір мәнісі болады, жыр болды бұл тісте. Баяғыда мамаларымыз осындай шарф тағып алатын еді ғой. Осыны тақпаса бас ауыратын. А біз қазір орамал тақсақ басымыз ауырады. Шарфымды әкеш дейді, қыстың көзі қырау болсын, жаз болсын. Әй, әкеш ана шарфымды тағып алайын басыма дейді. Басына тағат болды, басы жазылады. Бір шайнек шайды ішеді, сонымен күшті болады. Кетті. Мен айтамын, үкімет деймін да, идеология жоқ қой. 4 бала туды, көп балалы ана мынау Қазақстан санын көбейтіп, сол қатынды курортқа жіберіп, тісін емдеп берсе тегін, 4 деген дүниеге әкетіп, мына байғыз кальцийда қалған жоқ бойында десе болады ғой. Ана алтын медаль не өткіземайды, не пайдаға аспайды. Көрсетіп мақтанғаннан басқа несі бар? Алтын медаль сен алдың деп әшейін қағаз берсін, тістерін емдеп бермей ма я? Мен сияқты қатын көп екен. Жазып, зар қақсап жылап отыр, сенікі бер жағы деп отыр ғой. Жетеді мынадан деді ғой. Тістерін сүйретін жіберек бұлай неше түрлі әйел көріп, өлә Құдайға тауба, бірақ тістен айырылып отыр екенбіз ғой деп қуанасың. Бір тіс болғанда алдынан біреу, мына жақтың бәрінен бір 6-7-ден кеткен ғой. Қайқалап көремей қалдым, қиналып қалдым. Инстаграм түгел қарап шықтым. Жұрт не қылып жатыр деп, сіздер сияқты мен де жатып алып қарап шығам ғой. Мына жас келіндерді айтам да, пати-сатиді қоя берші. Гендер патиға үйренді, етіміз үйренді. Кім не туады екен, қыз туам екен, ұл туам екен деп өзіміз де қызығып отыратын болдық. Ал енді ана 2 қабат екенін көрсетеміз деп ата-анасына барып, тестті апарып ашып көрсетіп, ана сандық па бірдеңенің ішіне сап, тест апарып көрсеткен. Яқта емес па, Әй, сол тест қаяққа сап шығардың сен? Әй, ол сөздің яттық жоқ, сірігіне батырып, алып шыққан тест столдың үстіне апарып, ата-анаңа көрсетіп, қуанған ят қой құрсын. Өлә, жерге кіріп кетесің. Ата енесі, әке шешесі түгел көрсетеді. Баяғы біздің қазақтың әйелдері деймін да, 2 қабат екен көрсетпей, 4 күніне бармай босанғанда бірақ біліп ататын еді ғой. Төркіндеу деген бар. Төркіндеуге бала туғаннан кейін баласыменен жиенменен барады анаға төркіндеп. Жоқ, тумай атып көрсетіп атыр ғой жаңағы сідіктен шыққан тестін ата енесіне. Ол үйлене сап барады ғой ертесінде. Көріп келеді ғой үй не болып атқан. Ол аз болса ішін көрсеткенге ұялатын еді ғой, мыналардікі жат қой. Ата енеме барып, палочканы бір тесттің палочкасын көрсетпей қойшы, құрсын тек өлдік. Гендерге етіміз үйренді уже. Көкпеңбек бұ атам екен, қызыл бұ атам екен деп күтеміз. Оны бізден жасырып бір күн кім деп ойлайсыңдар деп атайын деп ат жоқ болып кетеді қатындар. Одан 2-3 күннен кейін шығады, деп күйдіреді, атсаң ататпасаң, елдің не туатында неміз бар осы деймін да. Жаңағы сіздік ішіне шыққан тесті апарып, ата енеңіз столдың үстіне апарып, деме қойшы құрсын тегі.